Бұл менің күнделікті жүретін жолым. Кейде өзімде қалай жүріп өткенімді білмей қаламын. Колонияға баратын жолға 7 минут кетеді. Әлі есімде, сол жаққа барып тастап кеткеніме таң қалып, көздері бақырайып кетті. Олар осының бәрін бізге сеніп тапсырғаныңыз, жаны жайсаң адам екеніңіздің көрсеткіші деді. Білмеймін. Өзім жұмыс істесем, адамдарға бірден сенім білдіремін. Оның үстіне қалай болу керек екенін білмедім ғой. Менің ойымша, олар менімен бір командада жұмыс істесе, мен оларға сенуім керек. Әйтпесе, олармен қалай бірге жұмыс істеймін? Міне, келіп те қалдық. Я считала, что если они работают со мной в одной команде, то я должна им доверять, иначе как я буду с ними работать? Ну вот, в принципе, мы и приехали. Сейчас я иду к себе в цех, который находится на территории женской Қазір колонии. әйелдер колониясының аумағында орналасқан цехқа бара жатырмын. Мұнда күн сайын келемін. Осында қыздарым күтіп отыр. Біз көйлек тігеміз. Көйлектеріміз әдемі. Камераға ешкім түскісі келмейді. Бірден айтып қояйын. Өйткені кезінде бәрінің әлеуметтік мәртебесі болған. Ал қазір мына күйде біреу көріп қойса, шын айтса кімге ұнасын? Көбінің тіпті туыстары мұнда отырғанын білмейді. Ондайлар да бар. Ауруханада жатыр, іс сапарда жүр, деп ойлайды. Получается, у Ирины Анатольевны я 16-го года, с самого ее открытия. Ирина Анатольевнаның қасында 2016 жылдан бері жұмыс істеймін. Нейбірді ашылған күннен осында жұмыс істеп келемін. Басында тек түйме қадай алатынмын. Басқасының бәрін директор үйретті. Сұлулықты сезінуді үйретті. Әсіресе дайын киімді киіп, өшіп көретін сәттер. Адам нанғысыз еді. Өзімді ханшайым сезіндім. Сотталған әйел емес, ханшайым. Не чувство осужденной, а именно чувство королевы, чувство женщины. Мына жағын бүріп көктейсің, тігесің, арқасы дайын. Мына жері де сол сияқты, ортасымен қосылады. Түсіндің бе? Әр миллиметрі сәйкес келуі керек. Бір күні департаменттен хабарласып, ұсыныс айтты. Жалға жай алуға мүмкіндік бар еді. Бірақ ол әйелдер колониясында деді. Ала аласыз ба? Алғыңыз келе ме? Білмеймін, көрейін дедім. Күйеуіме айтып едім, барып көр деді. Келдік, көрдік. Бар есінде қалғаны, қақпадан кіргенімізде алаңқайда тізіліп тұрған қыздарды көрдік. Біреуінің шұлығы тор көз екен. Өзің өмір сүретін қаладағы әлемнің шынайылығы мен мына өзің күнде киіп жүрген бір затты осындай шектеулі жабық орында көргенде, мына сұр дауылдар мен қоршауды көргенде, сол бір зат көңіліңді алай-дүлей етеді екен. Мұнда кез келген адам тап болуы мүмкін. Сол шынайылық маған қатты әсер етіп, мен онда жұмыс істемеймін, істей алмаймын дедім. Күйеуім бірден бас тартпай, байқап көрсеңші деді. Сөйтіп ертеңінде келдім де, осында қалдым. Бастапқы айлар қиын болды. Алғашқы жарты жылда тіпті кетіп қалғым келетін. Жеке кәсіпкер Нейбірт біздің мекемеге 2016 жылдың қазан айынан бастап жұмыс жасауда. Біздермен бірлесіп. Бүгінгі таңда Нейбіртта 4 сотталған азаматша жұмыспен қамтылған.
олар енді тігін цехы болып ашылды. Енді сотталған азаматшаларға үлкен көмек көрсетілуде. Ақшаларын уақытында алып, өздерінің туыстарына жіберіледі ақшаларын. Одан қалса жаңа сот үкімімен шыққан өзінің жәбірленушіге бере жақ ақшаларын төлеп жатыр. Енді бұдан басқа да енді бұл жерден енді күнделікті өздерінің өткен өмірлеріне Осында жұмыс істей бастағанымда қыздар қалада тігін ательеңіз бар ма деп сұрайтын. Біз босап шығып жатсақ, сізге барып жұмыс істер едік дейді. Сіз бізді, біз сізді білеміз. Оңайырақ болар еді деді. Сол кезде шынымен неге қаладан ателье ашпадым деп ойландым. Содан басталды. Міне енді жұмыс істеп тұр. Наурызда толық жұмыс істей бастадық. Нет, не хочу говорить. Я говорю, не форму. Привет. Вот, карандашка, видишь, тут положено. Вот столько нужно. Здесь у нас ателье. Мынау киім тігетін ательеміз. Осы жерде клиенттерді қабылдап, қызмет көрсетеміз, киім тігеміз. Бірақ бұл жерде өзіміз тігеміз. Мына жерде сатуға деп тіккендеріміз. Мынау сатып алуға болатын кең киім. Бұларды әйелдер колониясында жазасын өтеп жатқан қыздар тіккен. Алдымен өзім эскизін жасап, сонда апарамын да, сол жерде іске асырып тігіп дайындаймыз. Осы үлгілермен Қазақстанда ғана емес, шетелде де өткен сән көрсетілімдеріне қатыстық. Но и за пределами. Например, на Каспийскую неделю моды. Мысалы, Каспий сән апталығына барып, шексіздік алатын топтамамды ұсындым. Оның тақырыбы жұлдыз болатын. Соның бәрін қыздар тіккен. Мына кестенің бәрін сондағы қыздар тікті. Это, допустим, расшивали все это они. У меня Отбасым, өзімді қосқанда 4 әйел. Қызым мен 2 жиенім бар. Қызыма, кішкентайларыма, жиендеріме көйлек кигізіп жатқанымды елестетемін. Я была торговый представитель. Мен осы қаладағы майонез, кетчуп өнімдері бойынша сауда өкілі болатымын. Работала, общалась с людьми. А санатындағы ірі дүкен, супермаркеттерге қызмет көрсететімін. Преступление совершила я в 2015 году, 2015. 2015 жылы қылмыс жасадым. Қылмысым аса ауыр. Адам өлтіргенім үшін отырмын. Кесімді мерзімім 9 жыл. Мерзімнен бұрын шартты босауға әлі 2,5 жылым бар. Мне очень хочется, чтобы... Осы жеке кәсіпкерлік гүлдене берсе екен деймін. Шын жүрегімнен айтам. Астары жоқ. Мен өзім жанын жаралап, көңіліне қаяу түсірген адамдардың алдында айтарым көп. Боль, обиду. Как говорится, попросить прощения. А так все хорошо. Кешірім сұрауым керек. Живем. Әйтпесе, бәрі жақсы ғой. Главное, что дышу и Тіріміз, жүрегіміз соғып тұр. стараюсь прийти, как обещала своей Милане, домой. Миланама уәде бергенімдей, 6 жылдан кейін үйіме оралғым келеді. Кішкентай көйлектер тіккен кезде алдымен айтатындар осы. Шыққан соң менің қызым болады дейді. Тұрмысқа шықпаған бір қыз бар. Сол қыз кейін босап шыққан соң өзіне әпкелері мен сіңлілеріне, балаларына киім тігіп беру үшін үйреніп жүр.
Там для них прям... Ондағы жағдайда жұмыс жағдайы емес, көңіл күй жағынан олар көп өзгереді. Мейірімді, жұмсақ бола түседі. Соған сенгім келеді. Добрее, мне так кажется. Но мне хочется, по крайней мере, в это верить. Вообще, честно говоря, мне нравится в плане того колония, что там есть... Шын айтса, колонияда тәртіп бар екен ұнайды. Қалада адамдар арасындағы қатынас сәл басқа ғой. Еркіндік көбірек сияқты ма? Өзім сондаймын. Бірдеңе жасасам, ақырына дейін жасаймын. Жұрттан да соны талап етемін. Адамға не берсең, соны аласың ғой. Бұл жұмыс маған эмоциялық тұрғыдан көп нәрсе береді. Сол жаққа барып жүріп, отбасы деген не екенін, балаларға көбірек көңіл бөлу керек екенін түсіндім. Жұмыс ол жұмыс. Ал отбасы ана сезімі бөлек. Отбасыңнан, балаларыңнан айырылып қалудың мүмкін екенін түсінгеніңде ауыр екен. Мені сонда Құдай айдап барғандай. Сол кезде өмірдің бәрі не қымбат екенін жаңа түсінгендей болдым. Ценности каких-то смыслов жизни было сильное.